Ассаляму алейкум. Бұл видеода осындай трапеция юбканы, яғни белінде резинкасымен тігуді үйрететін боламын. Бұрын тігіп көрмеген, тігінді енді бастап жатқан қыз-келіншектерге дейін тіге алады. Бар жоғы 1 метр матадан осындай юбка тігеміз. Бұл трапеция юбкамызды тігу үшін бізге осындай трикотаж двухнитка матасын қолданатын боламын. Яғни 42 мен 50 размерге арналған стандарт размерлерге арналған юбканы тігетін боламыз. Ол үшін бізге матаның ұзындығы 110, яғни 1 метр 10 сантиметр расход кетеді. Және белімізге осындай резинка қажет. 4 сантиметр, 3,5 сантиметрлік 1 метрін аламыз. Және 4 жіп, егер оверлогыңыз болса 4 түйеу, болмаса бізге 1 жіп жеткілікті болады. Матамыздың мынау кромкасы. Мінекей. Осы жағын видеодағыдай жатқызамыз. Яғни тігістеріне де мән беру керекпіз. Тігістері төменге қарап жатады. Мінекей. Видеода сіздерге түсіндіріп жатырмын. Егер де тігінді жаңадан бастап жатқан қыздар болса, осылай екіге бүктеп, ізгеп жасап, тігісімізді төменге қаратып пішетін боламыз. Алдыда айтып өткенімдей, матамыздың бұл кромкасы. Матамызды екіге бүктеп, осылай ізгеп жасап аламыз. Бүктеген кезде матамыздың ені міне 45-50 сантиметр болуы қажет. Яғни біздің етегіміз кең клеш болады. Содан кейін жоғарғы жақтан белімізді өлшейміз. Беліміз біздің стандарт 30 сантиметр. Яғни 42 мен 50 размерге біздер тігіп жатырмыз. Сондықтан 30 сантиметрді осылай өлшеп аламыз. Содан кейін юбкамыздың ұзындығы 105, стандарт 105. Біз 110 қылып аламыз, яғни тігісіне қосымша беріп 110 қылып осылай белгілеп аламыз. Етекке дейін 110 сантиметрді белгілеп, сызып, осылай дайындап аламыз. Содан кейін мінекей етегімізді 45 сантиметр етіп мен белгілеп аламын. Бұл біздің жүруімізге ыңғайлы кең болады етегіміз. Енді осы етекпен беліміздегі точкамызды лентамыздың көмегімен осылай сызып белгілеп аламыз. Содан кейін осы сызықтардың бойымен қиып шығамыз. Қиып алдым. Енді дәл осыны мына матамызға, қалған матамызды бүктеп, осыған бастырып аламыз. Қалған матамызды осылай екіге бүктеп аламыз. Мына жері мінекей тұтас жағы. Осы жағына қарай, осы жеріне қарай матамызды бірінші мына қиып алған бөлігімізді орналастырамыз. Екіге бүктеп, осылай тегістеп, дұрыстап жатқызамыз да, сосын қиып шығамыз. Мінекей мен қиып алдым. Мынау бірінші бөлігіміз, яғни юбкамыздың алды және артқы бөліктері. Енді оң беті мен оң бетін бір-біріне теңестіріп, келтіріп, екі қапталын инемен түйрелеп, екі жанын тігістерін қосып тігіп аламыз түзеу тігіспен. Содан кейін міндетті түрде оверлоктап немесе зигзагтап алғандарыңыз дұрыс. Мен оверлоктап алатын боламын. Осылай екі жан тігістерін. Тігу барысында бастапқыда закрепка беруді ұмытпаңыз. Міндетті түрде закрепка береміз. Мына жердегі мына сызыққа қарап отырып, соның бойымен тіксеңіз, түзеу тігетін боласыз. Екі қапталын түзеу тігіспен тігіп алдым. Енді оверлоктап шығамын. Оверлогыңыз болмаса, зигзагтап алыңыз, немесе осылай қалдырсаңыз да болады. Трикотаж матасы қатты сетінемейді. Ал
неге заказға тігетін болсаңыз, міндетті түрде оверлоктап алғаныңыз дұрыс. Енді екі жан тігісін болдым. Тігіп, енді беліндегі резинка өткізетін бөлігімізді алдымен резинка өткізетін бөлігімізді дайындап алу қажетпіз. Ол үшін резинкамыздың жалпақтығына қарай осы белімізді өлшеп белгілеп алу қажетпіз. Видеода көрсеткендегідей осылай өлшеп аламыз. Содан кейін сол жерге инемен түйрелеп қоямыз. Мінекей өлшейміз. Менде 4,5 болып тұр. 4,5 сантиметрді осылай барлық жерінен өлшеп шығамын және инемен түйрелеймін. Немесе көктеп тігіп шықсаңыздар болады. Инемен түйрелеп алғаннан кейін бізге тігу оңай болады. Инені алып тастауды ұмытпаңыздар. Осылай шетінен тігіп шығамыз. Мына шетіне келгенде резинка салатын жерімізді қалдырып кетеміз. Кішкене жер қалдырып кетеміз, осындай жер. Бұл жерден қазір резинкамызды өткіземіз. Закрепка береміз. Міне жаңа қалдырып кеткен тесігіміз бар, содан резинкамызды өткізіп аламыз. Өткізіп аламыз осылай. Сосын резинкаларыңызды дұрыстап алыңыздар, айналып кетпесін. Сосын мына екі резинканы қосып тігеміз. Мінекей осылай осы жерінен машинкамен тігіп аламыз. Содан кейін мына жердегі тігісімізді де тігуді ұмытып кетпеңіздер, тесігімізді тігеміз. Резинкамызды тігіп алдық. Тесіктерін қалдырып кеткен тесігімізге дейін тіктік. Енді осылай қолыңызбен тартып, біркелкі етіп не істеп аламыз, белін. Бір жерге жеріліп қалмасын, осылай тартып дұрыстап аламыз. Содан кейін осы екі шеттегі тігісті резинкамен қоса осылай түйрелейміз міндетті түрде. Екінші жағында түйрелеп аламыз. Мінекей. Енді осы қақ ортасынан басып тартып отырып машинкада тігіп шығамыз. Біздің резинкамыз айналып кетпес үшін. Тігу барысында осылай екі қолымызбен тартып отырып тігеміз. Сол кезде біздің сборкамыз әдемі болып түседі. Осылай екі жағынан қаттырақ тартып отырамыз. Мінекей, біздің беліміздегі резинкамыз өте әдемі болып шықты. Біркелкі сборкамызда әдемі болып тігілді. Енді юбкамыздың етегін тегістейміз. Ол үшін юбкамызды осылай екіге бүктеп, тегістеп жатқызып аламыз. Резинкамыз бәрі тегіс біркелкі жату керек. Содан кейін осы шетінен бастап етекке дейін өлшеміз. Менде 103 сантиметр болып тұр. Мінекей осылай барлық жерінен 103 сантиметрді белгілеп аламын. Сәл доғалдау болып келеді. Юбкамыздың етегін міне тегістеп алдық. Енді оверлоктап, сосын 2 сантиметрге қайырып тігіп шығамыз. Немесе қос инеңіз болса,
қос инемен оверлоктамай бірден тігіп алсаңыздар болады. Етекті 2 сантиметрге қайырып, мен инемен түйрелеп алдым. Инемен түйрелеп алғанда тігуге оңайырақ болады. Асықпай, әдемілеп, түзеу етіп тігіп шығамыз. Мен енді осы тігістің қасынан екінші тігіс түсіретін болам. Лапканың бойымен. Мінекей, осындай қос тігіс түсіріп шығам. Айналдырып.